Неге мында сатып жатсыз далада? Күн көру керек. Қалтамыз көтермейді. Біз қарапайым адамбыз. Шетте тұсақты тұйсық бересіңдер ма, жоқ бермейсіңдер ме? Базарға барғым келмейді. Шолпан, қинама. Сен сенбе, сен мейлі. Менің базарға барғым келмейді. Базардан не көрем? Қазақты көрем. Қазақты көріп, азапты көрем. Дорба сүйреткендер де қазағым, арба сүйреткендер де қазағым, құлап жатқандар да қазағым, жылап жатқандар да қазағым, сұрап жатқандар да қазағым, 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 азабым. Шолпан, қинама, сен сенбе, сен мейлі, менің базарға барғым келмейді, қазақтың азабын көргім келмейді. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Менің сүйікті Қазақстанымда 18,5 миллион халық тұрады. 18 адам араб шейхтар сияқты өмір сүреді. 180 адам америкалық байлар сияқты. 1800 адам ағылшын лордтар сияқты. 18 мың адам Европаның орташа деңгейінде. 180 мың адам Азия халқы сияқты. 18 миллион адам Үндістандағы кедейлер сияқты өмір сүреді. Амантай Тойшыбайұлының айтқаны бұл. Расау, дамыған 30 елдің қатарына қосыламыз деп жыртылғанымызбен бізде не көп? Кедей көп. Ал кедейшіліктің басты белгілерінің бірі несие. Қазір кредиті жоқ қазақты көрсек таң қалып, көзіміз банка болатын болды. Мә, ананың кредиті жоқ екен. О, тоба деп сыртқы планетадан келген біреуді көргендей боламыз. Бізді осындай халге жеткізген кімдер? Бұл қашанға дейін жалғасады? Қазақстанды тежеп тұрған не? Мұны сізге білген дұрыс. Ардақты ағайын, видеоны көрмес бұрын астына түсіп, подписация деген қызыл тетікпен қасына шыққан қоңыраушаны баса салыңыз. Біз сіздерге маңызды, өзекті һәм қызықты ақпараттарды ұсыну үшін тынбай қызмет ете береміз. Өзімнің бір үйім болса екен деймін да, сол. Арманым сол енді. Балаларым кішкентай кезінде тіктеп жіберсем. Сол басқа бір өзіміздің үйіміз болса, өстіп жаңағы қорықпай бүйтіп кіріп шығып ойнайтын балаларым, өз үйімізде емін-еркін өмір сүретін. Осы балаларым кішкентай кезінде осы кеудемде жаным барғанша тіктелтіп жібергім келеді. Бәрі қыз бала қазір қиын, білесіздер. Осы балаларыма қатты уайымдаймын. Балалар, Құдай қаласа батпана болғыларың келе ме? Иншалла енді боласыңдар, Алла қалауы бір жаңа үйде Алла насіп етеді. Құдай қаласа болады, ойындағандар. Қазақстандағы халықтың 1% шіріген бай адамдар, 4% жай ғана асқан байлар, 20-25% орта тап, олар тек қана ірі қалаларда тұрады екен. Қалған 70% күнін әрең көріп отырған кедей халық. Ресми деректер бойынша Қазақстанда 1 миллионнан астам кедей деп танылған. Ал ресми деректер деген нағыз шын жағдайда білдірмейді. Кедейлердің өте көп екенін мойындауға Қазақстанның билігі әрине жол бермеуге тырысады. Кедей көп болса, әлеуметтік салаға шығындарды көбейту керек. Мұндайды біздің шенеуніктер ұнатпайды. Оның үстіне Қазақстанда кедейлердің көбейгені дамыған 30 елдің қатарына енеміз деп кеуде соққан биліктің имиджіне теріс әсер етеді. Дүниежүзілік банк табыс деңгейі орташа мемлекеттер үшін, оның ішінде Қазақстан Республикасы да бар, кедейшілік шегін күніне 5,15 ақш доллары деп белгілеген. Яғни күніне 5,15 ақш долларын табатын адам болса, ол кедейге жатады. Ал біздің елде қалай? Ең төменгі күнкөріс деңгейінен 2 есе көп. Бізде 2,17 ақш доллары. Егер біз кедейшілікті анықтауға осы дүниежүзілік банктың көзқарасымен қарайтын болсақ, онда біздегі кедейлердің саны бірнеше миллион болады. Енді кейбір азаматтар жоқ, мен кедей емеспін, айына 142 мың, 143 мың теңге жалақы табам деуі мүмкін. Әрине жақсы. Бірақ отбасында егер сіз ғана жұмыс істейтін болсаңыз,
әйеліңіз жұмыссыз, бала шағаны асырайтын болсаңыз, онда сізде кедей отбасы деген сөзсіз. Себебі 142 мың теңгені отбасы мүшелеріне бөлетін болсақ, сол 34 мың теңгенің айналасында шығады. Күні кеше ғана президент Тоқаев 19 миллионға жеттік деп елден сүйінші сұрады. Мұны естіген саясаткер Мұхтар Тайжан 19 миллион ел болдық. Ал жақсы, енді сол небәрі 19 миллион халықты 30 жыл бойы бай қыла алмай жүргеніміз несі деп пікір білдірді. Бұлай қарасаңыздар, бір үлкен қаланың саны ғой. 19 миллион деген. Пекин, Каир, Мехико секілді. Ал байлығымыз қанша? Уран, мұнай, газ, жайылымдар қайда кетті? Санаулы адамның қолында ғой. 30 жылда Біріккен Араб Эмираттар, Сингапур, Малайзия, Оңтүстік Корея тағы басқалар байып кетті. Олар әлемнің ең кедей елдері болған ғой. Ал біз қаншама өндірісті жоғалтып алдық. Қашан адам боламыз осы? Әлде біздің де буынымыз коммунизмді күту керек пе? Бізде тек олигархтар ғана жақсы өмір сүреді. Анда-санда олимпиадаға барып қыдырып қайтады. Ал негізі сол 19 миллион адам өте нашар өмір сүреді. Кедейшілік басым. Соны өзгертуіміз қажет деп үндеу тастады Мұхтар Тайжан. Жерінің асты да бай, үсті де бай Қазақстан неге әлемдегі көшбасшы мемлекеттердің біріне айнала алмады? Ондай деңгейге жетуге мүмкіндік бар ма еді? Бұл сауалға саясаткер Азаматхан Әміртай әрине бар еді деп нық сеніммен жауап беріп отыр. Ол осы өзекті мәселеге қатысты өзінің ойын әлеуметтік желідегі парақшасына жазыпты. Соны сіздерге жеткізейік. Біз неге мешеу елдің деңгейінде қалып қойдық? Азаматхан Әміртай бірнеше себебін атап көрсетті. Біріншісі, міне біз 20 жылдың көлемінде билікте тек ары кеткенде 50-60 адамның орын алмасуын көріп келеміз. Олар министрліктен кетсе, бір жерге әкім болып отыра қалады. Не болмаса әкімдіктен секіріп, министр я болмаса вице болып тағы бір жерге барады. Одан қалса ақшалы бір компанияның басшысы дегендей. Егемендік алғаннан бастап осылай 50-60 адам жекешелендіріп алғандай биліктен кетпей отыр. Демек, бұлардың бәрі мемлекет тізгінін ұстап отырған адамдарға жаққандар. Сол өз мүдделері үшін бас шұлғып айдауына көнгендер. Бұларға мемлекет, халық деген түкке керегі жоқ. Тек бір топтың қаһарына ұшырамай, жылы орындарында бұғып отырып, мемлекет қазынасын сорып, қарнын қампайтса болды. Кадр тапшылығы дейін десең, осы 30 жылдың ішінде қай салада болмасын білімді, білікті мамандар, кадрлар даярлап шығуға болар еді ғой. Өз саласының білгір мамандары болмады деп айта алмаймыз. Болды, бірақ төбеде отырған әлгі бір топ оларға жол бермеді. Шет қақпайлады. Осы себепті билік сатысында реформа болмады. Халық көре-көре жауыр болған биліктегі әлгі тұлғалар жылы орынды ешкімге бергісі жоқ. Әлі күнге осылай жалғасып келеді. Билікте білімді, білікті реформатор жастардың болмауы мемлекет дамуын тежеуде. Саяси реформалар жоқ. Экономикада дағдарыс. Қаржы саласы ырыққа көнбей отыр. Осының бәрі айналып келгенде халықтың әл ауқатына кері әсер берді. Халық тақыр кедейге айнала бастады. Екіншіден, билікте отырған осындай білімсіз тобыр жерімізде бар дүниені сатумен ғана шектеліп отыр. Қолда бар өндірілген өнімді өңдеуге бел танытпады. Шикізат күйінде сатуда. Бірі ғана мұнайдан тұрмысқа қажетті 100 түрлі өнім алуға болар еді. Бізде ол жоқ. Шикі мұнай мен газды шетке сатқанға мәзбіз. Мемлекеттің бүкіл экономикасы мұнай мен газға тәуелді болып қалған. 30 жылда экономиканы әр тараптандыру жүрмеді. Әлде сол қалпында. Арзан шикізат отаны деңгейінде қалып отырмыз. Тіпті содан түскен пайданы азғана топ бөліп алып, қара халыққа ештеңе тиіп отырған жоқ. Өкініштісі осы. Айналып келгенде биліктегі мықты маман реформаторлардың тапшылығы әрі экономикада әр тараптандыру жүрмеуі мемлекетті дамытпай отыр. Алдағы күндері бізге алдымен осы мәселелерді шешіп алу керек ау деп ойлаймын. Пәтер ақысын қиналмай төлейтін, дәмді тамақ жеп жүрген, күнде таксимен жүретін, немесе 2-3 жыл сайын көлік ауыстыратын адам. Бұл Қазақстанның кедейіне жатпайтын адам.
ол айына 500 мың теңгедей табады, егер Алматы мен Астанада тұратын адам болса. Ал Қарағанды сияқты шағындау қалада бұлар айына 300 мың теңгедей табады. Осындай айлығы жоқтардың бәрін кедей деуге болады дейді саясаткер Досым Сатпаев. Теледидар алуға 3-4 ай бойы ақша жинайтын, 3 немесе 5 жыл бойы үйіне жөндеу жасай алмай жүрген адам кедей. Бірақ қазақтың менталитетінде кедей болу өте ұят. Сол себепті біздің адамдар заңсыз жолмен баюға жиі барады. Мұғалім өзінің айлығы аз екенін елдің бәрі білсе де кедей екенін ұялады. Медбикеде сөйтеді. Содан кедей емес екенін көрсетіп қою үшін кредитке iPhone алуға құмар. Қазақтың бәрі жұмыстан бос кезінде жаппай таксовать етеді. Бұл жағдайға билік ұялудың орнына кедей халықтың өзі ұялады деп ашы шындықты айтып еді саясаткер кедейлік тақырыбын талқылаған бір хабарда. Кім не айтса да кедей ел екеніміз шындық. Орта тап жоқтың қасы. Тым байлар аз, тым кедейлер көп. Ортадағы алтын көпір үзіліп қалған. Ал шын мәнінде 19 миллион халқы бар Қазақстанның әр азаматы бай қуатты өмір сүру керек еді. Әттең қолда барды ұқсата алмадық. Қазба байлықтары жағынан әлемдегі 10 бай елдің қатарына кіретінімізді тек ауызбен ғана мақтанып айтып қоятынымыз қандай өкінішті әрі аянышты. Сіз үшін білген дұрыс.